Мұқағали Мақатаев, сәби ана. Айналғанда аядай қала шықты, алдымыздан кішкентай ана шықты. Қыз отырған ауылға апаратын, жалғыз аяқ соқпақтан адасыпты. Бір қолында батпандай қуыршағы, бір қолында ойыншық құлыншағы, екі жансыз мүсінді мәпелейді, біресе ұрысады. Қарадықта сезетпей жанарымыз, алжығанға санадық анамыды. Орамылып бетінен боздап ұшқан, сұлап жатыр далада жаралы көз. Мәйіт болмай отырған жан қалмады, сонда да ана назарын аудармады. Сәбидейін өзімен өзі болып, қуыршақпен құлыншақ алданғаны. Сөзге тартқақ болып естімеді, адам қалай оп-оңай ескіреді. Адамның ғұмырынан қысқа не бар, күннен кейсе болғаны кешкіреді. Жастар-ай, жамандық жоқ көңіліңізде, мына отырған ана кім көрдіңіз бе? Бір күрсініп алдыда отырған қарт, ана жайын баяндап берді бізге. Ана халін қарттан біз ұғындық кең, 23 жыл сарғайған құр үмітпен, 23 жыл сарғайған құр үмітпен, сәби ана сапардан ұлын күткен. Сұрапылдан сәбиге оралмапты, қуыршақпен құлыншақ содан қапты. Қара жолды қаптай кеп тозаң жапты, қаралы қыз қайтадан борандапты. Амас ауыр салмақпен далағанды, қап-қара жамылғысын ала келді. Ауылына жетті де сәби ана, ойын шығын құшақтап қала берді.